Биыл ұлы жеңіске 75 жыл толды. Біз ата-бабаларымыздың арқасында осындай тәуелсіз ел болдық. Еліміздің сан ғасырлық тарихында мақтан тұтар. Бүгініміз бен келешегіміз үшін ғибрат алар, кеудемізге қиналғанда үміт отын жағар оқиғалар мен отан алдындағы адал қызметінен үлгі алар ұлы тұлғалар аз болмаған. Бұл соғыс кезінде әрбір 5-ші қазақстандық отан анасын қорғауға ат салысты. Қаншама қазақстандықтар ұрыс даласында дүние салды. Менің үлкен нағашы атам хабарсыз кеткендер қатарында. Нағашы атам Дүйсенбек Серіктің айтуынша, Амантаев Дүйсенбек, яғни үлкен нағашы атам 1904 жылы қазіргі Қарағанды облысы Бұқар-Жырау ауданына қарасты Қарақұдық ауылында туып өскен. Отбасын құрған. Майданға 1942 жылы аттанған. Өрімдей жас сұрапыл соғыстың қақ ортасына түсіп, ізім қайым жоқ болды. Дегенмен, Берлиндегі Рейхстаг үстіндегі жеңіс туы желбірей көтерілді. Осы жеңісте Қазақстаннан шыққан қаһарман жауынгерлердің қанымен, жанымен, мына жарық өмір үшін аянбай ұмтылған зор үлестері ерекше. Серік атам Дүйсенбек атасына іздеу салып, Қорғаныс министрлігінің мұрағатына сұрау жолдаған екен. Алайда ешқандай ақпарат табылған жоқ. Барып дұға қылайын десем, қабірі жоқ, оқиын десем, хаты жоқ, деп егіледі атам. Ұлы жеңістің 65 жылдығында ауыл тұрғындары майданнан оралмаған қаһармандарға ескерткіш орнатты. Жылда мереке қарсаңында сол ескерткіш басына барып дұға оқимыз, Құран бағыштаймыз. Мен осындай батыр, ержүрек ата-бабаларыммен мақтанамын. 9 мамыр бұл мереке ғана емес, бұл халықтың батырлығы. Біздің парызымыз бұл күнді ешқашан ұмытпай есте сақтау. Ешкімде, еш нәрседе ұмытылмақ емес. Ұлы жеңіс құтты болсын, ардақты халқым менің. Құтты болсын жеңіс күні ағайын, көптен күткен ұлы күнде жар салайын. Ата-бабам қан берісіп шайқасқан, ата-бабам намыс бермей айқасқан. Жеңіс күнін қарсы алайық бәріміз, жеңіс күнін тойлайық жас кәріміз. Осындай бір бейбіт өмір сыйлаған ардагерлер ағаларға мың алғыс.